Сәлем достар, егер сіз Жапонияға бір аптаға тегін барып, Жапония мәдениетімен жақын танысып және әлемнің түкпір-түкпірінен келген жастармен танысамын десеңіз, онда Мирай бағдарламасы бұл сіз үшін. Мирай бұл Жапонияның беделді бағдарламаларының бірі, және де осы видео барысында бұл не бағдарлама, ол бағдарламаға қатысу үшін қандай талаптар бар, қандай құжаттар тапсыру керек, осы және тағы да басқа маңызды сұрақтарға жауап беремін. Сондықтан да осы видеоны соңына дейін тыңдаңыз. Дайын болсаңыз, біз бастаймыз. Мирай дегеніміз бұл жапон тілінен аударғанда болашақ деген мағынаны білдіреді. Және де бұл Мирай бағдарламасының мақсаты бұл әлемнің түкпір-түкпірінен келген белсенді жастарды Жапонияға алып келіп, Жапонияның мәдениетімен жақынырақ таныстыру. Және де бұл Мирай бағдарламасы толық Жапония үкіметі тарапынан қаржыландырылады. Яғни сіз егер осы бағдарлама сізді таңдап алатын болса, онда ұшу, тамақ, тұру және тағы да басқа шығындардың барлығын Жапония үкіметі өзі қаржыландыратын болады. Бұл бағдарламаға қатысу үшін сіздің жасыңыз 20 мен 29 жас аралығында болу керек, және де сіз өз еліңіздің дамуына үлесіңізді қосып жүрген немесе бір көшбасшылық қасиетіңізбен көзге түскен сондай бір студент жас мамаңыз болуыңыз керек, және де ағылшын тілін жетік меңгерген болуыңыз керек, себебі барлық құжаттарды ағылшынша тапсырасыз, сонымен қатар барлық шараларды ағылшын тілінде өтетіндіктен сіздің ағылшын деңгейіңіз жоғары болуы қажет. Және де Жапонияда ұзақ мерзім тұрмаған жастарға басымдылық беріледі. Бұл бағдарламаға қатысу үшін сіз CV, яғни түйіндемеңізді жібересіз, мотивациялық хат жібересіз. Бұл мотивациялық хатта дәл неліктен сіз осы бағдарламаға қатысып жатсыз, және бұл бағдарламаға неліктен сізді таңдау керек деген секілді сұрақтарға жауап беріңіз. Және де ұсыныс хат, егер студент болсаңыз оқытушыңыздан, жас маман болсаңыз жұмыс берушіден. Құжат қабылдау уақытысына келетін болсақ, 2025 жылға әлі уақыт белгіленбеген, бірақ былтырғы жылмен, яғни 2024 жылындағы тәжірибеге сүйенетін болсақ, құжат қабылдау 10 шілдеде аяқталған. Яғни 2025 жылда шілденің басында немесе маусымның ортасында құжат қабылдау басталуы мүмкін. Сондықтан да осы уақытқа дейін құжаттарыңыздың барлығын дайындап, дайын отырыңыздар. Егер де осы видео пайдалы деп тапсаңыздар, онда видеоға лайк басып, каналға жазуды ұмытпаңыздар, себебі мен осы өзімнің YouTube каналымда шетелде тегін білім алуға, тәжірибе алмасуға, тәжірибеден өтуге мүмкіндік беретін түрлі бағдарламалар туралы айтамын. Осы тақырып сізге қызық болса, міндетті түрде каналға жазылып, және де комментарийға ұсыныстарыңыз болса жазып өтіңіздер. Енді осы бағдарламаға қатысатын болсаңыздар, онда сіздерге сәттілік серіңіз болсын. Келесі видео кездескенше сау саламатта болыңыздар.